Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін өте жұмсақ, әдемі болып шығатын балмұздақты үй жағдайында қарапайым заттардан жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен карамельді жасап алайық. Ол үшін қазанымызға өлшеніп алған шекерімізді салып, ең бай отқа қойып қоямыз. Шекерді араластыруға болмайды, дәл сол қалпында өзі ерігені дұрыс. Дәл видеода көрсетілгендей. Ал енді дәл осылай болған кезде жайлап араластыруға берсе болады. Барлық шекеріміз толыққанды ерігенін күтеміз. Ал енді сүтімізді қосамыз. Сүтіміз салқын немесе жылы болуы маңызды емес. Сүтімізді қосып болғаннан кейін біздің шекеріміз тастай болып қатып қалады. Ол қалыпты жағдай, және сүттің түсі өзгереді. Ол да қалыпты жағдай. Ең баяу отта қантымыз толыққанды ерігенше күтеміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай менде баяу отта тұр, және ол ақырындап еріп жатыр. Сіздер дәл солай жасаңыз. Кейін құрғақ сүтімізді де қосамыз, араластыра тұрып. Қосқандарыңыз дұрыс, ешқандай іртік, түйін болмау керек. Кейін 60 мг салқын сүтімізге бір ас қасық крахмал қосамыз. Кукурузный, картофельный маңызды емес. Кейін венчикпен осылай араластырып, балмұздағымызға осылай араластырып тұрып қосамыз. Кейін ең баяу отта араластыра тұрып қоюландыратын боламыз. Газдың астын қатты қоюға болмайды, себебі күйіп қалуы мүмкін. Кейін толыққанды суығанын күтеміз. Міне бізде су болды. Түрі осындай сәл кішкене іртікте болады. Оны да венчикпен араластырып жіберсеңіздер болады. Кейін өз қалауларыңыз бойынша формаға салып, тоңазытқышқа қойып 2-3 сағаттай қатырып аласыз. Менде 3-4 сағаттай уақыт өтті. Енді балмұздақтарымды әсемдеуге кірісемін. Шоколадқа батырып, кейін 2-3 минуттай ауада ұстап тұрсаңыздар, шоколад сол сәтте қатып үлгереді, себебі балмұздақ мұздай болып тұрады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, уже менде шоколад қатып жатыр. Кішкене 2-3 минуттай ұстап тұрсаңыз, ол өзі формасын ұстап қатып қалады. Міне дәл дүкендегі балмұздақтардан еш айырмашылығы жоқ, және шоколадтың арасында менде жаңғақ бар. Өте әдемі дәм беріп тұрды. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Ұнаса лайк қоюды ұмытпаңыздар. Ең бастысы менің каналыма тіркеліп, басқа да қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.